гаммаға кірдік. Презентация жасау создать с помощью искусственного интеллекта сгенерировать дегенді басамыз. Содан кейін мына жерде презентацияны басамыз. Содан кейін бетті таңдаймыз. Мысалы бізге 8 бет керек па? 8 бет. Классика дейді. Классиканы таңдаймыз. Традиционный дегенде біз традиционный формат таңдадық. Содан қазақ тілін таңдадық. Содан кейін мына жерге тақырыпты жазамыз. Енді создать конспект дегенді басамыз. Мына жерге бізге слайдтарды жазып жатыр. Тез гамма бізге жасап жатыр. Енді мына жерге бізге тағы да сұраймыз. Короткий. Мына жерден мысалы түсін таңдаймыз. Қандай түс таңдасақ болады екен? Мынаны таңдап көрейік. Содан автоматически дегендерге автоматически в общем, біз автоматически деген таңдадық. Но изображение жиымен таңдайық. Содан қайтадан сгенерировать етіп көрейік. Немножко қозғалмалы. Генерация жүріп жатыр. Слайдты суреттермен жаса деп берді, айттық. Жасап жатыр. Енді оны сақтау үшін слайдымызды бір көрейік. Мына жерде әдемі балалар шығарғанмен как положено түсіндіріп жатқан. Қазір бұны біз дұрыстап көреміз. Сақтау үшін не істейміз, соны айтып алайық. Алдымен мына жерде 3 точкаға басамыз. Мына жерде эксперт дегенге басамыз. Опубликовать дейді. Жоқ, бізге опубликовать емес, бізге слайд күйінде керек. PowerPoint болса PowerPoint. Міне эксперт PowerPoint болып жатыр. Ол барады да, мына жерге жүктеледі. Мына жерде көріп тұрсыздар ма? Еще да қазір так щелкните еще раз дейді. Міне бұл жерге жүктеліп жатыр. Қазір ашып көреміз. Оған дейін біз слайдымызға кіре тұрайық. Осындай слайд болады. Енді ол жүктелгеннен кейін бізге рабочий столға түседі. Сол рабочий столдан біз керек емес жерлерін өңдеп, өзіміз жөндеп аламыз. Осылай гаммамен жұмыс жасау. Слайдты осылай жасап аламыз.